Саламатсыздар ма оқушылар? Сіздерге бүгін қазақ тілі сабаққа қош келдіңдер. Балалар, мені көріп отырғандарыңыз оң қолдарыңызды көтеріңіздер. Мені естіп отырғандарыңыз сол қолдарыңызды. Сабаққа дайынмын десеңіздер, қол шапалақтайық. Жақсы. Қазір сіздер тақтаға қарап, мына бейнематериалға назар аударыңыздар. Нысанды Хосе Антонио Барбоза мен Педро Гимарайес атты сәулетшілер салған. Ғимаратты осындай тәсілмен салудағы идея компанияның үнемі қозғалыста болуын білдіреді. Ал бұл Қытайдың Макао қаласындағы Гранд Лисбоа қонақүйі. Патшаның тәжіне ұқсайтын архитектуралық нысан 47 қабат. 2008 жылы негізі қаланған. Мұнда қонақтарға арналған бөлмелермен қоса бірнеше мейрамхана, казино, шоу, кабаре бар. Испанияның Эльсиего провинциясында орналасқан сәулет өнерінің теңдессіз туындыларының бірі. Фрэнк Герри атты сәулетшінің қолынан шыққан ғимараттың ішінен қарағанда басқа нысандардан еш өзгешелігі жоқ сияқты. Алайда сыртынан қарасаңыз, шатыры темірден иіліп жасалғанын байқауға болады. Назарларыңызда Нидерландтағы көпфункционалды Марктал кешені. Пішіні қақпа тәрізді ғимаратта екі бірдей тұрғын үй бар. Нәтижесінде екі жағынан кіруге болатын ең алғашқы жабық базар пайда болған. Мұндай базар тұрғындардың айтуынша сауда жасауға өте қолайлы. Қажетті затыңды үйден шықпай-ақ сатып ала аласың. Сәулет өнерінің ерекше ескерткішін бірден таныған шығарсыздар. Бұл Астана қаласындағы Хан Шатыр сауда ойын-сауық орталығы. Идея авторы британдық сәулетші Норман Фостер. Әлемдік деңгейдегі сауда желілерінің ойын-сауықтық жүйесімен біріктірілген еліміздегі алғашқы ғимарат. Айтпақшы, Хан Шатырдың іргетасының қаланғанына бүгін тура 7 жыл толды. Назылкәрі арнайы шолпан үшін. Жақсы балалар, тамашалап болды, не? Қандай ой түйдік, не көрдік, не туралы ой түйдік? Бейнематериалда не туралы айтылған? Әлемдегі ерекше ғимараттар. Әлемдегі ерекше ғимараттар жайлы. Сәулет өнері жайлы. Сәулет өнері жайлы. Бұл видеода көптеген әлемдегі түрлі ғимараттардың неше түрлі идеялар мен бой көтергені туралы айтылған. Жақсы, тағы да ерекше үлгі. Заманауына сай тұрғызылған ғимараттар туралы ақпараттар берілген. Яғни әр елде өзіне тән және де осы жаңа заманның стиліне сәйкес тұрғызылған ғимараттар. Жақсы. Жалпы сәулет өнері, оның ішінде заманауи сәулет өнері туралы. Жақсы, бұлай болса біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы заманауи сәулет өнері, дәстүр мен жаңашылдық деп аталады. Дәптеріңізді ашып, сабақты тақырыбын жазып қояйық. Біздің мақсаты оқылым және тыңдалым материалдары бойынша түркі жазудың әртүрлі жолдарын меңгеру арқылы негізгі ақпаратты іріктеу. Сөйлем және мәтін деңгейінде тыныс белгілерін қолдана білу. Біздер бүгінгі сабақта оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпаратты іріктеуде түркі жазудың түрлі жолдарын пайдаланамыз. Және тыныс белгілерді дұрыс қолданамыз. Балалар, осы сабақ мақсатынан не байқап тұрмыз? Сабақ мақсатынан біздер бүгін осы үйге қандай тапсырма берілді? Түртіп алу әдістерін меңгеріп келу. Орнымыздан тұрып айта қояйықшы. Орнымыздан тұрып айта қояйық. Түртіп алу әдістерін меңгеріп келу. Түртіп алудың әртүрлі жолдарын меңгеріп келу, сонымен қатар Сөйлем және мәтін деңгейінде тыныс белгілерді қойып береді.
сөйлем және мәтін деңгейіндегі тыныс белгілерді дұрыс қолдануды, сол туралы жақсы дайындалып келуге үйге тапсырма берілген болатын. Біздер осы мақсатқа жету үшін үйден оқыған білімімізді байқау үшін, тексеру үшін қазір сіздерге мен тапсырма дайындап қойдым. Сіздер өздеріңіздің біліммен парақшасын ашып, сол жерге өздеріңізді логин портфеліңізге қоя қойыңыздар. Сол жерде сіздерге үйге берген тапсырма бойынша арнайы дайындалған бірнеше жаттығулар бар, соларды қойып отырыңыздар. Бүгінгі сабағымызда төңкерілген сынып әдісі бойынша жүргізіп жатырмыз. Үйге балаларға оқылым және тыңдалым материалдары бойынша түртіп жазудың әртүрлі жолдарын меңгеріп келу және сөйлем және мәтін деңгейіндегі тыныс белгілерді дұрыс пайдалануды өз бетінен оқып келуге тапсырма берілген болатын. Қазір оқушылар сол тапсырмаларды қалай меңгергендіктерін біздер осы тапсырманы орындау барысында байқаймыз. Арнайы дайындалған тапсырманы орындап жатыр оқушылар. Қазір болғаннан кейін біздер олардың нәтижесін дарабоз әдісі арқылы бағалайтын боламыз. Жақсы балалар, орындап болдық па тапсырманы? Олай болса, қазір кім үздік шыққанын, кім дарабоз екенін байқайық бізде. Жақсы. Үміт бізде 100% жинапты. Аңсар 100%, Нұрасыл, Аяулым, Жалғас. Бізде осы бүгінгі сабақта дарабоздар осы оқушылар. Енді қалған оқушыларда өздерінің қаншалықты үйден игеріп, білімді алып келгенін осы жерден байқауымызға болады. Ардақ, Дәулетжан 83%, Мебюр 83% жинапты. Жақсы. Дарабозымыз анықталды, үй тапсырмасын жақсы орындап келген оқушыларға өте қошемет көрсетейік. Жақсы. Енді сабағымызды әрі қарай жалғастыру үшін мен қазір сіздерге тапсырма беремін. Бұл тапсырмада бірінші топқа оқулықтағы ұлттық музей туралы 88-ші беттегі ұлттық музей туралы берілген мәтінді жақсылап оқимыз. Екінші топқа қазақ сәулетшілері және заманауи архитектура тақырыбында мәтін беріп отырмын. Осы мәтінді жақсылап түсініп оқимыз әуелі. Қазір әрі қарай қандай тапсырма орындайтын. Ал үшінші топқа бейбітшілік пен келісім сарайы тақырыбында. Байқап отырған боларсыздар. Беріліп отырған мәтіндердің тақырыбының барлығы сәулет өнеріне байланысты. Жақсылап әуелі мәтінді оқимыз. Содан кейін мәтінді оқу барысында қандай тапсырма орындайтындықтарды қазір айтамын. Балалар, біздер бұл тапсырманы бірге ойлаймыз әдісі арқылы орындаймыз. Әуелі мәтінді жақсылап оқып, содан соң мәтінде берілген негізгі ақпаратты табамыз және негізгі ақпаратты түртіп алу әдісінің бір тәсіліне салып, не істейміз? Таныстырылым жасаймыз. Топтық жұмыс оқушылар барлығын әуелі мәтінді оқығаннан кейін топтасып, ақылдасып отырып, түртіп алу әдісінің қай тәсіліне салып орындайсыздар? Соған жұмыс жасаймыз. Түсінікті ме? Басай қойыңдар. Мен сіздерге қажетті құралдарыңызды бере қояйын.
Балалар, қазір тапсырманы орындау барысында тақтадағы дескрипторға назар аударыңдар. Мәтіндегі негізгі ойды сақтайсыңдар, мәтін көлемін қысқартады, түртіп жазу тәсілдерін қолданады. Міне осы дескриптор бойынша тапсырмаларды орындайсыңдар. Қазір балалар біздің сабағымыздың бірінші мақсаты түртіп алу әдісінің тәсілдерін көрсету мақсатында өздерінің мәтіндерін оқып, сол бойынша жұмыстанып жатыр. Ағылшын архитектор кімді аты? Норман Фостер. Балалар, тапсырманы орындап болсақ, қай топ бірінші айтады екен өзінің? Қане, қай топ дайын? Бірінші топ дайын болса, шыға қояйық. Бүгінгі біздің бірінші топқа берілген тапсырма ол түртіп алу әдісіне ұлттық музей тақырыбын салу. Яғни біз түртіп алу әдісінде Корнелл әдісін алдық. Ол негізгі ой, қосымша ой, нақыл сөздер және түйіннен тұрады. Ұлттық музей тақырыбын біз осылай Корнелл әдісіне салған болатынбыз. Негізгі ой. Және де ұлттық музей тақырыбының ең басты негізгі ойы ол елорданың бас жоспарынан басталады. Астана қаласының тыныс-тіршілігін және де оны орнықты дамытудың және экологиялық қауіпсіздіктің қамтамасыз түрде қадағалануын жоспар құрылған болатын. Және бұл елордамыздың елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолдауымен іске асып жатыр. Осы мезетте бұл жобаны құруда үлкен бір байқау жарияланған болатын. Сол байқаудың ішінде ең құнды, ең мықты деп танылған сәулет өнері ішінде жапон суретшісі Кишо Куракованың үлкен өнері бағаланып, Қазақстанның ұлттық музейі қабылданған болатын. Енді бізде қосымша ақпарат ұлттық музей келушілер үшін Ұлы жібек жолымен саяхат атты мерекелік бағдарлама ұйымдастырылды. Оның ішінде мыналар кіреді. Суретшілердің асханасында сурет салу және де ұлттық киімдермен суретке түсу, ұлттық тағамдардан дәм тату, домбырашылар кеші секілді мерекелік бағдарламалар ұйымдастырылады. Нақыл сөздер. Және де нақыл сөз ретінде біз Лондондағы Британ музейінің кәлімгері Джон Симпсонның сөзін алдық. Музей мәдениет белгісі зерттеулер жасап, білім алу үшін үлкен мүмкіндіктер берер, халықаралық ынтымақтастыққа үлкен үлес қосар орталық. Және осы Корнелл әдісіміздің ең соңғы түйінін қорытатын болсақ. Және де Корнелл әдісінің соңғы бағаны ол түйін. Біз осы мәтінімізді, өз ойымызды қорытындылап түйін шығаратын болсақ, музей біздің мәдениетіміздің белгісі, өзіміздің мәдени тұрғыдағы дамуымыз. Бұл елорданың бас жоспарымен басталған болатын және ұлттық музейге келушілер үшін үлкен саяхат жоспарлар құрылған болатын және музейдің үлкен мәдениет белгісін жасап шығарған зерттеулердің білім алудың үлкен мүмкіндіктерін бергенін қорытындылай аламыз. Жақсы, өте жақсы. Балалар, қазір біздер барлық топ сөйлеп болғаннан кейін бағалаймыз. Неліктен үздік деген әдіс арқылы бағалаймыз. Өздерінде аты айтып тұрғандай, қай топты үздік деп танисыңдар, оны неліктен үздік деп
дайынсыңдар. Сол жөнінде өз ойларыңызды айтатын боласыздар. Жақсы, отыра қойыңыздар. Рахмет. Келесі қайтып. Біздің топқа берілген мәтін бейбітшілік және келісім сарайы. Біз бұл мәтінді түртіп алудың инсерт әдісі бойынша жаздық. Бізде инсерт әдісі бұрыннан білемін, менің ойыма қайшы, мен үшін жаңа ақпарат, келісе алмаймын, білгім келеді деген 4 бөлімнен тұрады. Біздегі бірінші бөлімі ол бұрыннан білемін. Бұрыннан білемін бөлімінде біз бейбітшілік және келісім сарайының сыртқы бейнесі пирамида тәріздес екенін білгенбіз. Және де ғимарат 8 қабаттан тұратындығын, және де ғимаратта мұражай орындары бар екенін білгенбіз. Келесі мен үшін жаңа ақпарат. Бұл ғимараттың 2002 жылы бұл ғимараттың 2006 жылы 2 қыркүйекте ашылғанын және бұның табан қабырғасының ұзындығы 62 метр екенін және бұның жалпы ауданы 25.500 метр квадрат екенін 25.500 метр квадрат екенін білу мен үшін жаңа ақпарат болып есептелді. Жақсы. Ауданы бойынша ең үлкен зал 2000 квадрат метр. Ауданы жатқан бұл залдың атауы Хопс Артем болды. Біздің ойлағанымызға қайшы болған ақпарат, біз архитектор қазақ деп ойладық. Бірақ бұл ғимараттың архитекторы, ағылшын архитекторы Норман Фостер екен. Келісе алмаймын, білгім келеді бөліміне келетін болсақ, Қазақстанда сәулет өнері өте қатты дамыған. Және де біздің ойлайтынымыз, сәулет өнері Қазақстанда тек қана бейбітшілік және келісім сарайымен тоқталып қалмайды. Онымен қатар көптеген сәулет өнері мен жетістіктер өте көп. Сондықтан біз оны зерттеп, жаңадан өзімізге жаңашылдықтар ашқымыз келеді. Өте жақсы. Болашақта немесе осы бейбітшілік пен келісім сарайынан басқа қандай сәулет өнері бар екен? Оның біз білетін және біз білмейтін қандай тұстары бар екен? Сол білімімізді жетілдіргіміз келеді біздер. Өте жақсы. Отыра қояйық. Ал қане, үшінші топ енді өзінің ойын айтамызды. Бізге қазақ сәулетшілері және заманауи архитектура тақырыбы берілді. Біз оны түртіп алу әдісінің менталды карта әдісін қолдандық. Менталды карта әдісіне ортасына негізгі ой жазылады, ал қалған жерлеріне, қалған бөліктеріне осы негізгі ойды ашатын тек сөздер жазылады. Менталды карта әдісін 1974 жылы Тони Бьюзен есімді британ психологы өзінің Mind Maps атты еңбегінде қолданған. Содан бері бұл әлі күнге дейін қолданылып келеді. Яғни біздің ойымыздағыны визуалды түрде құрылымға бейнелеу. Біз бұл сызбаны X-Mind атты қосымшада жасаған болатынбыз. Ендеше таныстырып өтейік. Архитектура сөз қозғалғанда архитектура жайлы біздер архитекторды еске алмауымыз мүмкін емес. Сондай Қазақстанның сәулет өнеріне үлкен үлесін қосқан архитектордың бірі Тоқтар Ералиев. Тоқтар Ералиев 1946 жылы Байқұрым ауылында дүниеге келген. Ол Юрий Ратушевпен бірге Париждегі Тет Диванс және де Ресейдегі Сочи, Алматыдағы Алатау халықаралық конкурстарын жобалаған және де тәуелсіздік жылдарында Алматы мен Елордада бой көтерген көптеген ғимараттардың авторы болып табылады. Қазіргі Қазақстан архитектурасына жемісті үлесін қосқан сәулетшілеріміздің бірі Адамбек Қапанов. Ол 1927 жылы Ақсуат ауылында дүниеге келген. Алматы қаласының орталығына қайта құруға атсалысқан. Ол қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Ақсуат ауылында дүниеге келді. Қазіргі Қонаев мүсіні Алматы қалалық ғимарат авторларының бірі болды. Жақсы.
Қазақ жерінде сәулетшілер өте көп. Соның бірі ретінде Ақмұрза Үстембековті айтуға болады. Ол Қазақстан Республикасының архитекторлар одағының президенті болып табылады. Және де Бәйтерек монументін жобалаған сәулетші. Ол Әл-Фараби көшесіндегі қаржы орталығын және Наурызбай көшелеріндегі орт-класс кешенін жобалаған сәулетші. Жақсы. Сондай-ақ Владимир Кацев бұл кеңес кезеңіндегі Алматы архитектурасына елеулі үлес қосқан, ерекше қолтаңбасын қалдырып кеткен кісі. Өйткені ол Алматы қаласындағы күрделі жобалармен айналысқан. Соның ішінде медеу мұз айдыны, цирк үйі және динамо жүзу бассейні орталықтары. Соның ішінде цирк үйін салу құрылымы өте қиын болған, өйткені оның белгілі бір ерекше қағидалары жоқ. Және де бұл жерде жануарларды орналастыру керек болғандықтан, олардың арасының өзін сызбасын дұрыстап сол өткен жауапкершілік еді. Осы жобаны Владимир Кацев жоғары деңгейде алып шығып, қазірде цирк үйі Алматыдағы ең көрнекті ғимараттардың бірі болып табылады. Оны ұлттық ерекшеліктерге сәйкестендіріп, қазіргі таңда медеу мұз айдынында адам қолымен емес, табиғат өзі сәндеп қойған ғимарат секілді бейнеде тұр. Сол себепті Владимир Кацев қазақ архитектурасына жалпы мол еңбек сіңірген. Және де оның Балуан Шолақ атындағы спорт кешені және де Шымбұлақ тау кешенінің архитектурасында өз мойнына алған болатын. Жақсы, тездетіп. Қазіргі Қазақстан архитектурасына үлес қосқан тұлғалардың бірі Алмас Ордабаев. Ол Ленинград инженерлік құрылыс факультетінің сәулет өнерін бітірген. Оқу бітіргеннен кейін Алматы қаласына оралып, сымбат ықшам ауданның жобасын жасау сияқты жұмыстармен айналысқан. Жақсы. Біз бұл топтың оқушыларының жұмысынан нені білдік? Қазақ сәулетшілері және қазіргі біздің Қазақстандағы сәулет өнерінің қалай дамығанын, сәулет өнеріне кімдердің өз үлесін қосқандығын білдік. Жақсы, отыра алыңдар. Енді қазір топ мүшелерінің жұмысын бағалайтын сәт келді. Біздің қазіргі бағалауымыз неліктен үздік деп аталады. Қай топ өзге топтың жұмысын үздік деп бағалайды, сол жөнінде өздеріңізге сөз берейік. Кімге қай топтың жұмысы ұнады? Ата айтады. Біздің бірінші топқа үшінші топтың жұмысы қатты ұнады. Себебі арнайы эксперимент программасымен түртіп алу әдісі бойынша олар бізге тақырыпты ашық және өте түсінікті түсіндіріп өткізді. Үшінші топ сонда жалпы қандай әдістің қай түрін көрсетті? Қай түрін көрсетті? Ол қосымшаға салды, бірақ қай әдісті көрсетті? Менталды карта әдісін көрсетті. Жақсы, есімізде сақтаймыз. Жаңа үшінші топтың көрсеткен әдісі менталды карта әдісі деп аталады. Келесі? Ал Ерасайда. Мен бүгінгі сабақта бірінші топтың көрсеткенін ең үздік деп бағалаймын. Неге? Өйткені олардың плакаттарында бәрі түсінікті жазылған және олар өздерінің топтарындағы оқушылардың кемшіліктерін бір-біріне толықтырып, бір-біріне жәрдемдесу арқылы ол топтың толық жұмысын көрсете білді. Яғни өздерінің бойындағы жетпей тұрған кемшіліктердің барлығын жойды десек те болады. Мен сондықтан бірінші топты үздік деп бағалаймын. Жақсы, тағы кімде қандай бағалау бар? Сіздер асыз айтау. Біздің тобымыз екінші топтың жасаған жұмысын жақсы деп есептедік. Себебі бұл жерде әр оқушы өзімен байланыстырды. Яғни өзіне таңсық болған тақырыптарды қозғады. Және де бұл тақырыпты инсерт әдісі арқылы өте жақсы алып шықты. Олар болашақта не білетіндігін өмірмен байланыстырды, тақырыпты өмірмен байланыстырып, өздерінің бойынан өткізіп, сол арқылы сіздерге түсіндіре білді. Жалпы енді осы әдістер түсінікті болды ма? Сонымен біздер бүгін қандай әдістерді есімізге алып сақтайтын болдық? Инсерт әдісі, менталды карта әдісі,
координация. Міне осы әдістерді болашақта қолданып, енді ұзақ дәрістер жазамыз ертең амандық болса студенттік кезеңде, сол кезде осы әдістерді қолданып, түртіп алу әдісін пайдалансақ, біздің ойымызда қалады, әрі жеткізген кезде бізге өте ыңғайлы болады. Жақсы. Сонымен біздің тоқтарымыз өз таныстырылымдарын өзінше ерекше қылып дайындады. Жақсы. Сабағымызды әрі қарай келесі мақсатын жүзеге асыру үшін сіздерге мынадай тапсырма беремін. Жаңсақ басылған мәтін. Сіздерге мәтін берілген, бірақ назар салсаңыздар, тыныс белгілер жетіспейді. Осы мәтінді жақсылап оқып, тыныс белгілерге назар аударып, дәптерімізге өзінің несі бойынша, қала бойынша жазамыз, яғни керекті тыныс белгілерді орынды қолданып тапсырманы орындаймыз. Балалар қазір жаңсақ басылған мәтін тақырыбында тапсырманы орындап жатыр. Бұл тапсырманы орындау барысында балалар үйден тыныс белгілер жөнінде не үйренді, не білді, соны іс жүзінде көрсете біледі. Балалар тапсырманы орындап болсақ, өздеріңше тыныс белгілерін орнына қойып тапсырманы болды. Енді қазір келесі бетте сіздерге не бар? Бұл мәтіннің дұрыс нұсқасы берілген. Яғни, тыныс белгілері орынды қойылған нұсқасы берілген. Сол нұсқаға қарай отырып, көршілерімізбен дәптерімізді алмастыра қояйық. Міне мына нұсқаға қарап, қай жерде қандай тыныс белгі қойылу керек, соны тексере қойды. Жақсы тексеріп болдық па? Жақсы. Ал көршілерімізді қалай қояйық? Кім қалай орындаған? Мүмкін барлығын дұрыс орындаған шығар, мүмкін азамат қателіктер кетуі мүмкін. Сол жөнінде айта қойыңыздар. Мен өзімнің көршімнің жұмысын бағалай отырып,
жазу барысында кейбір қателер кеткен, және де ол қателерді айтатын болсам, тырнақшалар қойылмауы, және де оларды дұрыс пайдаланбау. Жалпы тырнақша бізде қандай тыныс белгілері жатады? Ерекшелеуші тыныс белгілері жатады. Сонда Санжар ерекшелеуші тыныс белгілері жөнінде әлдеда не істеу керек екен? Білімін толықтыруы керек, қайталау керек, өткен білімді қайталау керек. Жақсы, рахмет. Келесі. Тағысың кел. Айгерасың айтады. Мен өзімнің көршім бағалай отырып, барлығын дұрыс орындаған. Қатесіз орындаған. Өте жақсы, өте жақсы. Бақтияр, келесі. Менің көршімде барлығы дұрыс орындалған, тыныс белгілері өз орнына қойылған. Жақсы. Өте жақсы. Тағы? Ұлықпа, аяламай тағы. Бұл мәтінде айыру даралаушы тыныс белгілерінен қателік кетірген. Жалпы мен бұл мәтінде қарай отырып, өзімнің көршімнің сөйлемдерінде ерекшелеуші тыныс белгілері бойынша қателік кеткенін байқадым. Мысалға, қай жерлерде? Мысалы, бұл мәтіндегі ол елордадағы Нұржол бульвары деген жерде ерекшелеуші, яғни тырнақшадан қателік жіберген. Нұржол бульвары, солтүстік шұғыласы деген бұлар кешеннің аты, бульвардың аты болғандықтан неге алып жазылады балалар? Тырнақшаға алып жазылады. Жақсы? Бар ма? Қалғандарымыздың барлығы өзі мәнде орындаған ба балалар? Айта ғой. Мен өзімнің көршімнің жазған мәтіндегі тапсырмадағы қателіктері ол ерекшеленуші тыныс белгілерді ұмытқан. Ол сөзінен кейінгі сызықшаны және Нұржол бульварындағы солтүстік шұғыласы атты сөзді тырнақшаға алмаған. Осындай қателіктерді байқадым. Енді бұл жерде сенің сызықша деп тұрғанымыз неге байланысты қойып тұр? Бұл жердегі сызықша балалар, егер біздің бастаушымыз зат есім және баяндаушымыз зат есім болған жағдайда бастауыштан кейін не қойылады? Сызықша қойылады. Осы жөнінде аяулым келесіде әлдеда қайталап аламыз. Жақсы ма? Қалған? Оқушыларда қате бар ма, жоқ па? Жоқ тәрізде, өте жақсы. Бұл қорытынды бізде үйге берілген тапсырманы жақсы орындап меңгеріп келгендігіңізді байқаймыз. Кейбір оқушыларда кетті қателіктер, дегенмен сыныптың көпшілігі өз мәнінде орындап отыр. Өте жақсы. Олай болса балалар, біздер сабағымызға кері байланыс бере қояйық. Бүгінгі сабақ сіздерге қалай әсер етті? Сабақты түсіндіңіздер ме? Мақсатқа жеттіңіздер ме? Бүгінгі сабақтың ең құнды мәселесі қандай болды? Түсінген біліміңізді көрсете алдыңыз ба? Сол жөнінде алдарыңыздағы стикерге жазып, өз ойларыңызды сөйлеңіз. Сабақта бүгінгі сабақты грамматикалық тақырыбы, тыныс белгілер жөнінде және түртіп алу әдісі жөнінде, ал лексикалық тақырыбы сәулет өнері жөнінде, оның ішінде заманауи сәулет өнері жөнінде болды. Бүгінгі сабақта қандай баға бересіңдер? Қандай ой түйдіңдер? Мен бүгінгі сабақта Корнель әдісін түсіндім. Және де екінші топтың ментальдық карта әдісі маған өте қатты ұнады. Ертең оны болашақта өзімнің тәжірибемде қолданатын боламын.
Өте жақсы. Рахмет. Тағы. Маған қазақ жерінен шыққан ең үздік сәулетшілерді білу, тану мен үшін ең құнды мәселе болып табылды. Бұл сабақтан түйген ойым, еліңнің сәулет өнерін сүйгенін, еліне деген жанашырлығының белгісі, және де өнер мен шығармашылық жаңашылдықтың басты кілті екенін түйдім. Мен бүгінгі сабақ арқасында сәулет өнері туралы өте көп мәліметтерді өз бойыма сіңіре алдым, және олардың даму тарихы және олардың қазіргі таңдағы беталысын жақсы деңгейде түсіне алдым десем болады. Ал және бүгінгі сабақтың грамматикалық тақырыбына келетін болсақ, мен тыныс белгілерін топтауды үйрендім және мәтінді қалай түсінікті әрі қандай жоғары деңгейде түсінуді соны жақсы деңгейде түсіндім десем болады. Сабақ барысында көптеген сұрақтарға өзіме жауап алдым, және де архитектура саласында көптеген ақпарат алдым. Өте жақсы. Тезде ояқ болады. Бүгінгі сабақ өткізілу тәсілімен құнды болды. Оның ішінде түртіп алу әдісімен осы арқылы тақырыпты жеңіл меңгере алдым және түсіндіру барысында да қиындықтар тумады. Сондай-ақ қазақ архитектурасын өзге қырынан таныдым. Өте жақсы. Бүгінгі сабақта нәтижеге қол жеткіздім, яғни Қазақстандағы сәулет өнерінің қаншалықты дамығанын және және де ғимараттардың авторларымен таныстым. Және өзінің де болашақта үлкен әдемі ғимараттар салу ойында бар. Өте жақсы. Бізде Санжар болашақта сәулетші болуды армандап отыр, арманына жетуге тілектеспіз. Жақсы. Мен бүгінгі сабақта қазақ жерінен шыққан сәулетшілер туралы және де олардың елге қосқан және сәулет өнеріне қосқан үлестері туралы. Мен бүгінгі сабақта заманауи сәулет өнерінің ерекше туындыларымен таныса отырып, тыныс белгілердің қойылу ережелеріне тереңдей түсіп, және де бүгінгі сабақтың ең ерекше бір тұсы ол түртіп алу әдісіне тереңдей түсіп, танып білдік. Болашақта пайдаланамыз ба? Керек екен бұл әдіс сіздерге? Керек. Керек. Ең бастысы ненің қажет екендігі білуге жақсы. Өте жақсы балалар. Сіздердің бүгінгі берген кері байланыстарынан, өздерінің жеткізген ойларынан сабақты жақсы түсінгендіктеріңді байқап отырмын. Енді сіздерге берілетін үй тапсырмасына назар аударыңыздар. Біздер осы сабақ бойына Қазақстандағы сәулет өнері жөнінде, заманауи сәулет өнері жөнінде түсіндік. Бірнеше мәтіндерді оқу барысында, оны өзгелерге таныстыру барысында біраз өзіміздің дүниетанымымызды кеңейттік деп ойлаймын. Енді үйге берілетін тапсырма жергілікті жердегі сәулет өнері бізде қалай дамыды? Біздің жергілікті жеріміз қай жер балалар? Шалқар қаласы, Ақтөбе облысы. Енді біздің өзіміздің Шалқар қаласында немесе облыс орталығында, басқа облысқа қарасты қалаларда қандай сәулет өнері дамып жатыр? Міне сол жөнінде үйден ізденіп, таныстырылым жасап келеміз. Үй тапсырмасы осы. Сіздердің бүгінгі сабаққа қатысымдарыңыз жөнінде бір-бірлеріңіздің берген бағаларыңыздан және менің берген бағамнан айқын түсінуге болады. Сіздердің бағаларыңызды күнделік кезекте бағалаймын және бүгінгі сабаққа жақсы қатысқандарыңыз үшін көп рахметімді білдіремін. Сау болыңыздар.